Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге дәмсіз қызылшадан дәмді салат жасаудың жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. 2 үлкен қызылшаны 4 бұрышты етіп майдалап турап аламыз, дәл осылай. Оның үстінен алмамызды турап саламыз. Үстінен грек жаңғағын майдалап турап саламыз. Оның үстінен жүгері, банкідегі жүгеріні саламыз. 2 ас қасық құмшекер саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Құмшекеріміз, тұзымыз сіңуі керек. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша каналды одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп, бөлісіп отырсаңыз, өте дәмді салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі пайдалы салат. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз, істеп көріңіз, ас болсын.